Батысында Германияның Кёльн деген қала бар. Халық саны 1 миллион, елордамен пара-пар. Жүрегінде шаһардың кафе шылған атақты, әр жексенбі ол жерді Зеленский деп атапты. Сол күні онда Украин босқындары жиналады, өз тілінде ән айтып, мәз-мейрам боп демалады. Тегін бәліш пирожки, бар ондастық картофель, сыра шөге немісше достарыңды ерте кел. Алғашқы бір жиында қала кімі бүйдеді, лебіз айтып халыққа бүйдегенде сүйдеді. Кафені осылай ұйымдастыруға ат салысқан барша ұйымға әрбіріңізге алғысым зор. Ауыр жағдайдан шаршаған рухтарыңызды бір серпілтіп алсақ деп жасап жатырмыз. Келгендеріңізге рахмет. Африканы аралап Лавров кетті домалап. Мысырға барып топ етіп, Конгоны кетті жағалап. Сарапшылар айтады, Ресей жалғыз қалды деп, дос іздеп қарақорлыққа ат басын бұра салды деп. Африканың жартысы Путинге қарсы баспайды, Украинадағы жағдайға НАТО мен Американы кінәлап бірақ тастайды. Украинаның бидайы экспортталмай қамалып, порттарда қалды тоналып. Конгодағы жиында бидай жайлы сұрақтан қашты ғой ат тонын алып. Также объективные. Ол бастан Одессадағы бидай бар порт көзделген әскери нысандардан алыс орналасқан. Бұны тәуелсіз сарапшылар да растап отыр. Стамбулдағы Ресей-Украина келісімі бойынша бидай тасымалдауға еш кедергі жоқ. Болса да оны жасап отырған біз емес. Жол түсіп Канадаға Рим папасы Эдмондты аралады. Католик шіркеуінің 3 ғасырғы қылмысын кешірім сұрай табалады. Кезіндегі миссионерлер байырғы халықтың жас ұрпағын мәдени геноцидпен жазалады. Өлім жітім зорлықпен, зомбылықпен жер жастанған үндістің балалары. Сол үшін арнайы сапармен Францис әке біраз жерге барады әлі. Porque el primer paso. Менің тәубеге келу сапарымның басты себебі өздеріңізден бар пейіліммен кешірім сұрау. Сол кездегі христиандардың отаршылдықты қолдаған үшін, осы өңірдің байырғы халқына көрсеткен азабы үшін, төл мәдениеттеріңізге келтірген залалы үшін өкініп кешірім сұраймын. It's been a very emotional day for me as a survivor. Мен үшін Рим папасының сөздері эмоцияға толы болды. Ішімдегі біраз дүниені қайта қозғады. Осы кешірім сұрауды күтіп жүргеніме 50 жыл болып еді. Міне бүгін естідім, бірақ бұл сөздерді ести алмай кеткен боздақтар қаншама. Папаның образына қарасаңыз түрлі түсті қауырсын жарасады. Қыркүйекте жиынға келген кезде бәлкім біздің шенділер сыйлап сипап, Николас Кейдждей бір шапан жабады әлі. Өнер білім бар жұрттар мұнайдан түскен қаржымен салғызбақ сарай айнала. Параллель жатқан қабырға ортаға қала толтырып, арапқа болмақ пайдалы. $1 триллион бағасы 50 жыл кетеді шамасы. 500 метрдей биіктік, 120 шақырым ұзындық, бұз бөтеді тоқтамай тау менен тастың арасын. صفر سيارات صفر شوارع. Бұл қалада бірде-бір көлік, бірде-бір көше не карбон қалдығы болмайды. Күнделікті қажеттіліктеріңіз үшін 5 минут жаяу жүру жеткілікті болады. Ал бір басынан екінші басына жету үшін 20 минут қана қажет. 5 миллион тұрғын сыяды. Бойына ферма, стадион, мектепті, аурухананы не қажет бәрін жияды. Осымен бітті жаңалық. Жыр жасап оян тілшісі құлаққа ақпар құяды.